Сәлем достар, біз бүгін өте оңай жасалатын, әрі жеңіл, дәмі де өте керемет, сонымен қатар дастарханымыздың сәнін келтіретін салатымыздың түрі айсберг салатын жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ыдысымыз міндетті түрде құп-құрғақ болу керек, және айсбергіміз де алдын ала жуылған, ол да құрғақ болу керек. Және осылай ірі көлемде тураймыз, және қолмен үзіп салуға да болады. Енді тауықтың піскен төс етін көлемді етіп және жіңішке қылып турап шығамыз. Енді помидор мен огурцты да сәл үлкендеу алып тураймыз. Майдалап жібермейміз, себебі қазіргі трендтегі салаттардың көбісі ірі көлемде туралады. Сондықтан осы салатымызға да осы ірі қылып турап шығамыз. Міне біз огурцымызды турап алдық. Енді татымына қарай тұз саламыз және майонезімізді салып шығамыз. Жұмыртқаны да видеодағыдай турап, салаттың жан-жағына қойып шығамыз. Салатымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмі де ерекше керемет. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.